Мұқаліп кезет медиа порталы ұсынады. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, ағайындар, туысқандар, барша мұсылман бауырлар. Алланың қалауымен Рамазан айына да келіп жеттік, сағындырған Рамазан айы келіп жетті. Енді бізге барша игі іс, жақсы амалдарды, жоспарлаған амалдарымызды Рамазан айында жасауды бізге нәсіп етсін, және оның Алла тағала жеңілдігін берсін. Рамазан айында жасалынатын кез келген жақсы ниет етіліп жасалған істің берекесі болады. Соның ішінде сүннет амалдарға ерекше назар салсақ, бұл Құран оқу сүннет амалына жатады. Құранның Рамазан айында алатын орны өте ерекше. Жалпы бізге Құран, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім Құранды егер жақсы оқып өзі оны басқа біреуге үйрететін болса, бұл адамдардың ішіндегі ең қайырлысы деген екен. Яғни Рамазан айында біз Құран кітапты егер оқи алсақ, қасымыздағы жора жолдас немесе ағайын туыстарымызға үйреткеніміз ол нұр үстіне нұр болады екен. Құранның әрбір жазылған әріпіне бізге жай күндері оқығанда бір сауаптан жазылар болса, ол Рамазан айының ерекшелігі, Алла тағаланың мейірімі шексіз, оны ондаған немесе одан да көп еселенген сауаптармен жазады екен. Енді бұл Құран кітап біздің екі дүниеміздің де бұл пайдалы болатын бастар қайнар жолы. Құранды егер біз дертімізге шипа сұрап оқитын болсақ, дертімізге шипа, егер қандай да бір мұқтаж болып тұрған дүниеміздің бір тығырыққа тіреліп тұрған жағдайда сұрап оқитын болсақ, оның да шешімін бізге Алла тағала беріп қояды екен. Себебі неге? Себебі Құран бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға түсірілген ең қасиетті кітаптардың соңғысы. Бұл ақыретке дейін, қияметке дейін сақталған сондай берекелі әрі қасиетті Алланың кәлемі жазылған кітап. Енді Рамазан айы неге 12 айдың ішіндегі айлардың сұлтаны атанды? Себебі бұл айда Құран кітабы түсірілген болатын. Ал түндердің ішінде ең сұлтаны атанған бұл қадір түні болса, бұл түні Құран кітап түсірілген болатын. Енді қараңыз, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам неге пайғамбарлардың ішіндегі ең сұлтанына атанды? Себебі Құран кітап пайғамбарымызға түсірілген болатын. Енді бұл Құран кітап жалпы жер бетінде жүрген қандай да бір мүминнің жүрегіне кіретін болса, жүрегінде болатын болса, ол адамдардың ішіндегі ең қайырлысы, ең сұлтаны атанады екен. Иншалла біздерге Рамазан айында Құранды мейлінше бар ықыласымызбен, егер оқуды білмейтін болсақ, оқуды бізге нәсіп етсін, үйренуді нәсіп етсін. Егер білген болсақ, жақындарымызға үйретуді және оның ішінде жазылған кез келген ақпарат, кез келген бұйырылған амалдарды бізге жасауды нәсіп етсін. Себебі бұл Құран кітабы мұсылмандардың заңы деп айтсақ болады, заңы жазылған кітап десек болады. Егер сіз Құранның ішінде жазылған тыйған амалдан тыйылып, бұйырған амалды жасасаңыз, ендеше сізден Алла тағала разы болары иншалла. Алла тағала баршамызға Құрандағы бар жазылған аяттарды оқып, оның ішіндегі мағынасына мән беріп, оған сай амал етуімізді және білім алуға деген ықыласымызды арттыра берсін. Иншалла ұстаған оразаларымыздың жеңілдігін берсін. Ұстаған оразаларымызды Алла тағала қабыл етсін. Біздің жалпы мақсатымыз бұл игі істерді амалдар жасағандағы көздеген мақсатымыз бұл тікелей жәннат. Иншалла сіздер мен біздерді жәннатта кездестірсін. Ал ұстаған оразаларыңыз иншалла қабыл болсын.